Ежелгі Египет тұрғындарының өмірі туралы Тутанхамон табытханасы қандай сыр шертеді? Тутанхамон ең атақты египеттік перғауындардың бірі. Оның аты Амонның жанды бейнесі дегенді білдіреді. Амон ежелгі Египеттегі аспан құдайы. Амонды кейінірек египеттіктер Амон-Ра, күн құдайы деп атады. Тутанхамон елді біздің заманымыздан бұрынғы 1347-1337 жылдары аралығында басқарды. 1922 жылы Говард Картер басқарған археологтар тобы патшалар алқабынан бұрын ашылмаған Тутанхамонның табытханасын тапты. Табытханадан алтынмен қапталған керует, көптеген алтын мен күміс, піл сүйегімен бедерленген патша орындығы, әсем қобдишалар, сандықтар, тас ыдыстар, азық-түлік сақтайтын жәшік пен көзелер, алтыннан жасалған әшекей бұйымдар, киім-кешек, жазу құралдары табылды. Табылған заттардың ішінде патша билігінің нышандары да болды. Оларға алтынмен қапталған екі аяқты күйме арба, патшаның тағы, алтын жалатылған әсем бетперде жатады. Бетперденің салмағы 10 килограммға жуық. Ол Тутанхамон перғауынның бет әлпетінің қандай болғанын анықтауға мүмкіндік берді. Тутанхамонның мумиясы тастан жасалған саркофагта орналасқан. Үлкен саркофагта бір-бірінің ішінде орналастырылған қосымша 3 саркофаг бар. Алғашқы 2 саркофаг ағаштан жасалған және алтын фольгамен қапталған. Перғауынның мумиясы таза алтыннан жасалған 3-ші саркофагтың ішінде орналасқан. Жерлеу бөлмесінің қабырғалары жазуларға толы. Ғалымдардың пайымдауы бойынша, қабырғадағы мәтіндер сиқырлы дуалар болуы мүмкін. Сонымен қатар, моланың қабырғаларында Египет құдайлары бейнеленген. Тутанхамонның мұрагерлері болмағандықтан, ол Мысырды басқарған корольдік тектің соңғысы болды. Ол қайтыс болғаннан кейін Ай тақты қолына алды.